Bratишка, көкеңмен ойнама дедің. Жолың болып кетті просто. Жол оғыш бәлікесінде шейін. Өйстесі жол болып кетті деп. Ол таста тұрған ештеңе жоқ. Әңгіме таста емес, баста есеппен ойнау керек қой. Тағы ойнаймыз ке. Ойнай алмайсыңдар. Тағы ойнаймыз. Қалған қошқарынан айырылайын деп отырсың ба енді? Жоқ, қайтара алайын. Қайтарасын. Екі ақ қошқар өз. Бір қошқарынан қазір айырылдың. Екіншіден айырылсаң бар ғой. Күлпаш сен қошқардың орнына қамайды қоймен бірге. Көпшілімізде ойнайсың ба, ойнамайсың ба? Ойнайым. Мен көпшіліп кеттім. Қорқып атсаң айт, қорқып атырмын де. Қорқып атқан ана қалған қошқарыңнан айырыласың. Байқап қой, андай азартта туысқан жоқ. Дүйсеке қайтарып беріңізші деген. Жытыла бермеш. Кешірмеймін. Жытыла бермеш болды. Қайтарып алам қазір. Жабыр отқан екенсің, қояр емессің ғой. Жытыла бермесең болды. Мен ағым емеш. Пожалуйста, ағымен ойна. Қызылымен ойна, жасылымен ойна. Жет түстің бәрімен ойнап шық. Бәрібір ол. Мақтана берме дедім ғой мен саған, Дүйсен. Болды ғой қазір. Өміріңді отқан екенсің дейді, қояр емессің ғой. Постоянно там ғой, дексен. Көреміз. Ой. Көреміз. Сен ұт, мен ұт, какая разница? Қошқар бәрі бір қорада тұрады ғой. Жөйлі қошқарына екі жағын құшықтап ұйықтайын деп пең. Жоқ, осы үйт тұрады ғой, бірақ Жексендік емес, Дүйсеннің қошқары деп жазылады домовойға. Қатырдым деп тұрсың ғой. Давай, көрейік. Қорауға сразу. Міне, басталып кетті. Қызғалдақтың отаны ше, апа, өзіміздің түлкібас екен ғой. Ой, ана Голландияға кеш екен ғой, жібек жолының кезінде барған екен. Ана саудагерлер бұлай өтіп жүрген кезде тасыған болып тұр ғой. Әли! Мынаны қараңыз. Жылқыларды ең алғаш рет қазақтар көп жоғырланған жерде қолға үйреткен екен. Әні, молодец қазақ. Әй, сен маған бәрін істетіп қойып, өз телефон шығып отырасың ба? Мә істе. Жаным, ұмытып кеттің ғой. Арам каталогой. Мен ана жақта күнге бұжып, майым шыжып, огородта су қарып жүрсем, апам қасында көлеңкеде тығылып отырсың, Арамы. Сен де ана күнге күйіп үйреніп қалдың ғой, саған өтпейді. А мен қарап кетем. Ой, Белоснежка-май. Ойбай. Ой, пырмай, мен тез дейді екен омналар. Алло? Әй, сапақ қалайсыңдар? Барсыңдар ма? Ту, мен тез дейді екесіңдер ғой сендер. Жақсы, шүкір. Өздерің қалай, аман есен? Апам қалай? Мейлі аман болсын. Жындыма келе берсеш, мені рұқсат сұраған нес? Қайта келі, бір-екі күн жатып, қымыз ішіп кетіндер. Я? Я, кел. Қашан? Бүгін? Болды. Я, үйде ғой Жексен, келе бер. Аха, давай. Апа, сапоқ қой. Менің ана кенже інімші. Иә. Сол келе жатыр екен біздің үйге қыдырыпшы. Келсін. Иә. Ай, құда баланың келмегеніне қанша уақыт болды? Иә. Енді жігіт болып қалған шығар ол да? 27-ге кеп қалды ғой уже. Әні? Ана жездеммен жеке әңгімен бар дегенде қарағанда үйленіп қалады ау сол бала. Үйленсін. Енді үйленетін уақыты болған жоқ па? Иә. Құда баладан ұят болмасын, ада қой сойып, қазанға ет салыңдар. Сіз Жексен менің төркініме өліп қалсын. Ет соя қоймас. Қой соймайды ол. Неге соймайды? Соймайды, апа, точно білем ғой. Неге соймайды? Соймайды. Мен өзім айтам болған. Шақыршаны екеуінде. Жексен! Дүйсен! Апам шақырып жатыр, апам. Апа, батырып айтыңызшы. Айтпесем қазір тауық соя салайық деп құтырып шығады олар. Ол тауық сойса, не күні жылайды. Иә. Келсін, айтам. Сөйтіңізші, қаттырақ батырып айтыңыз. Жарайды. Не болды ба? Ай, ана құда бала келе жатыр екен. Соған бір қошқарыңның біреуін сойсайшы. Қандай құда?
Kim geladi? Құда бала да. Сапаршы Күлпаштың анасы. Ha. Sapok mu? Iya. Ya. Sapok geledir mi? Hı. Oy Xuday aytsin de apa. Qo'y so'yib qo'shqar so'y deb сол shigolga bo'la. Kerak emas u qo'shqar so'y, avre bo'lma. Uyda et bar emasmi? Bo'lmasa tovuqpa, bir pavuqpa bir qurib berasan-da. Қандай ет үйде? Ана сүрленіп қалған жіп болып кеткен ет па? Болады сапоққа. Айттым ғой апа, өмір істеді ғой бұл. Менің төркініме бір қой сойса, қол қалтырап өліп қалар. Келген сайын тауық береміз төркініме. Тура бір инкубатор ұқсатып болады. Әй, Патсан ғой ол кішкентай бала. ол сенің қайның болғанмен, ол маған құда. Иә? Пока бұл үйде мен ба, бұл үйдің егесі, онда бір қошқардың сойылу керек. Дұрыс апамдікі. Қараңдар енді өздерің. Менде қошқар жоқ. Қошқар дейсен де сөйлесіп көріңдер өздерің. Не болыватыр? Қошқары бар адамға жақындасаңдашы шамалы. Жолықсаңдашы маған. Қошқары жоқпен сөйлесе бермей. Түсіндім, нарды ойнадыңдар ма? Қошқарды ұтып алдың ба не дешен? Со ары бері бір-біріңнен ұтып жүрген қошқардың біреуін сойыңдар, құда бала келе жатыр деп отыр апам саған. Иә. Пожалуйста, екеуін соям. Міне, жігіт деген осындай болса, я апа, я, қандай жомарт жігітмін. Біздің жексен сияқты шығайбай емес. Рахмет саған десен, любой капризің десен. Нешіне сояды? Бұл соймағанды кім сояды? Белауыр таппаған. Оңай жолмен келген соя салады, маған бәрі ғой. Беліміз ауырмаса да қолымыз жаман ауырды. Белің ауырып тапқаныңды қайтейін сенің. Құмар ойнайтын болсаң. Қойыңызшы апа. Апа енді біразға дейін көпесіне жақындамайды бұл. Қойып кетуі мүмкін. Қорқыт қойдың ба? Жаман. Ана қара тастармен бар ғой, ақ тастарын қудым қотыр. Қырқырап. Ойнай алмасаң нең бар, бекерге қошқарыңнан айырылдың. Шықыным ай, я. Bir отқан екен өмірінде бір өзін жау. Ақпеш бардың ардын бар. Ақпеш! Ақпеш бар, көрсетейін мен. Нарды ойнап отырасыңдар ма? Жаңа біреуін қошқарды сойыңдар, давай. Көрем сол. Отсаң соясың. Иә, атасың. Дәбір отқан екен. Постоянно отам ғой. Bir ayda bir oттың ғой қойсай. Ой, пірмай, зуылдап жатқан өмір, я. Төркінімді көрмеген 3 жыл болып тұғым. Сезбей де қаппын қойшы. Мен даже есімде жоқ қой, қашан көрген төркінімді. Негізінде телефон деген бәле болды ше. Сол телефонмен сөйлесеміз де қоя саламыз. Не қауышу, не көрісу жоқ. Қалды ғой жайына қауышу деген. Сағынбайсың да ғой ешкімді. Күлпаш, Ау апа. мына жейден ана құда балаға кигізіп жіберейік. Үйден құр қол шықпасын. Ойбай апа, мынау қымбат көйлек қой. Ертең құда-пұда кеп қалып іздеп қалмайсыз ба? Ай, сапар енді құда емей, кім бізге? Ай, я. Рахмет апа, тойдан қайтсын. Ай, ана қойды сойып болсаңдар, тезірек жайғаңдар. Болды. Қазір қалай сойып бітеді, сразу ішек қарын тазалаймыз. Иә. Негізі бар ғой, каталог. Біздің апамызға жететін апа жоқ қой өмірде. Иә. Жаным сол. Күнде жақсы көріп қаламын апамды. Нәкөнай, сенбісің? Қалай жатыр құда? Құда бала қалай? Жақсы шүкір амансың. Әдем жеңгелермен әңгімен жіберіп отырсың ба? Нәкөнай ма деп қоямын? Қырындап атырмын. Содан әпшемді іздеп келгем. Сосын жездемді іздеп келдім. Сосын құдамды іздеп келдім, құда баламды. Үшке бөліміз деп кәпсің ғой? Үйде кім бар? Үйде бәрі бар, төрт көздер түгел отыр. Болды. Апам бар ма? Бәрі бар. Апамды да іздеп келдім ғой мен. Жүр. Ал, апамдар қалай, бәрі жақсы ма? Қарсы алыңдар, ай, құда бала келді. Әбей? Құдағи жеңіші не болды? Сүйісіп қалайын дедік қой. Не болды, тыныштық па? Жоқ. Ой, просто сен танымай қалдың ғой. Жігіт болып өсіп кетіпсің ғой. Қалай амансыңдар ма? Шүкір. Құдаларға қалай жақсы Ой, ма? бәрі жақсы, амансың, бәрі. Сәлем айтып жатыр сіздерге. Сәлемет болсын. Жүр, кітапшаңға барайық апаға. Каталог? Каталог, кел мұнда. Мен сенің жездегін тауып келейін. Ал, апа, қалайсыздар? Ой, Жалаңыз қалайсың? Айналайын. Ай, үлкен азамат болып кетіпсің ғой. Жоғаршы, отыр. Қалайсыздар, апа, жақсы ма бәрі? Жақсы. Қалай ана құдағилар аман ба әйтеуір? Шүкір амансың, бәрі сәлем айтып жатыр сіздерге. Сәлемат болсын, айналайын. Сәлемат болсын. Үлкен жігіт болып кетіп, мен де танымай қалдым ғой жаңа. Кім кішкентай бала еді кеше ғана? Енді өстік қой. Айналайын. Иә. Қалайсың құда бала? Жақсы өзің қалайсың, құдажа?
бүйтіп сағынбай ақ қойшы. кеттің ғой сені. Ойбай, күшті сюрприз. Қолдан жасаған сюрприз десе. Жаным, не yapып жүрсің? Ана көрші ауылда бір шаруаларым бар еді, соны бідіріп енді мына кеп тұрып кірмесем ұят деп келдік та. Рас қой. Апам көкем жақсы ма бәрі? Шүкір, бәрі жақсы. Сәлем айтып жатыр сізге. Қашан қайтасың? Ана шаруам бітсе қайтамыз бұйырса. Не болды сонша? Қашан қайтасың деген ес келген жаңа ғой. Оны есе? Соны айтамын ғой. Бір жездемнің бір тыққан жеп қоятындай. Жемеймін тыққан. Пыққанын ғана жейміз. Иә, сода болады. Ойбай, жата бер. Сағынып қалдым ғой сені. Жаным сол. Қамазды ішесің, тауға қырға шығамыз. Құдай қаласа. Әй, сендер бекер тұрмаңдар. Ана тамақтарын тезірек жайғасаңдаршы. Құда баламен біз өзіміз бір әңгіме қылайық. Бар, жайғаңдар. Бәлі енді қамырға ертерек қойсаны ет қайнасында кішкене. Не бітіріп жүр осы уақытқа дейін бұлар, ә? Жаным. Ей! Қойшы, Неге өшіктір, ей? әлі қоймаған осындай. Қайтып ағасыздар мына келін. Жалыны жаш, ей жалын жаш, қайда қалды, Көргіні жаш, ей, көргіні жаш, жалыны жаш, ей. Ой, арам ой. Енді әндетіп отсың ба, үндемей, тез арада әніңді шақырып алдың телефонмен. Түк білмегенсіп әндетіп отырғанын қара. Мен звондаған жоқпын. Қойшы. Шын айтам, мен өзім де білмей қалдым, оны білмедім. Түсінбей қалдым вообще. Бағана ғана інімді звондап шақырам дегенің бар. Одан қыса тура менің інім келген күні сенің інің аяқ астынан кеп қалады екен да. Қойшы, ондай совпадениелер бола бермейді. Ебай, сен өзің өз құлағымен естің ғой, Күлпаш, қалай келгенін. Қайдан білем, мүмкін ақылдасып алған шығарсыңдар. Сен жақтырмай тұрсың, інім келгенін. Ой, қой құрсын, әзілдеп жатырмын. Сен не істер екен десем. Жаңа бірінші эмоцияңнан ақ білдім ғой. Шын көңіліңмен күтпегеніңді. Бәсе. Күлпаш қайта жақсы болды. Бір қошқармен екеуміз де төркінімізді күтіп жібереміз ғой. Мына жында әлі өшік тұр ғой, Неменеге айтпайды бұл, Бір хабар берсе қайтеді? Айсман үйімдемекені азанмен бассын ғой. Самат, қалайсың? Макс, Жақсы ма? жақсы амайсың. Не алда тірліктерің шешілетін түрі бар ма? Ата сен сұрама. Сол Балтабай дегенде жеркем шұқыры көрсін, Самат. Балтабай құрса, сүмелек баласымен сөйлеспейсің ба еркекше? Ой, бесполезен, Самат. Сөз ұқпайтын адамға не түсіндіресің, айтшы. Әкесіне ары өтпесе бер емес ол да. Оның жан Темірхан деген бала сен класстасың емес пе? Ой, класстас деген Айшин аты ғой. Бірге отық қоя, бірақ вообще манаспайды ғой. Жалпы адам баласы манаспайды ғой. Ой, енді араласпасын енді бір ауылда тұрғаннан кейін ауылдың өзінің системасы бар, басқасы бар. Түсіндіру керек қой кішкене. Ой, түсінбейді Самат бәрі. Түсінбесенше бір-екі удар беру керек халқыдан. Грудак асма отыр деген болады ғой. Сөйтіп маған 1-2 жыл отырып кел демекшісің ғой. Қой, енді шілей ондайға бара қоймайтын шығар. Сен бүйтші соны кешкеше бірдеңе алып шықсай. Ауылдың балдары бар, басқасы бар. Ортаға салайық, сөйлесейік. Не ол? Бәлесіне қап жүрмейміз ба, Самат? Бәлесіне қалсын, қалмасын. Енді өзіміздің ауылдың системасы бар, ережесі бар, дұрыс па? Бір ауылда тұрмыз. Жігет. Не ол қит етсе ол барады да ар жазады, қатын құсап. Сен соны апшық, сол тірлігің бәрін шешіп беремін мен саған. Маған бірақ бір шиша қойып бересің. Болды ғой. Болды. Бірақ Самат, шынымен бірақ осыны бір жақсы бір ақылға салып бір шешекші. Әйтпесе анау менше түтеп жеп барады ғой кәдімгідей. Болды, давай сен кеше сол апшығым айналшы, қалған бәрі маған тапшы. Онда кешке хабарласайық, Болды, давай жақсы. Бұл әлі көрінбей ма? Абонент уақытша қолжетімсіз. Неменеге өшіп тұр, адамның нервісін ойнатып. Айтарын айтып алып, чынды ма бұл да?
Осыдан кейін жаныңды шығарамыз. Алло, Ұлпан, қалайсыңдар? Жақсы, қоя тұршы. Кім қайда, Сапақ қайда? Қайда шығып кетті? Немен ағып, әшейінде бәленің бәрін білесің да, осындайды түк білмей қаласың сен? Бопты, давай, кейін хабарласам. Бұл да бір. Немене өшік тұр, бұл адамның нервісін ойнатып. Сіздерде кәдімгі алма деген жаман көп қой екен ғой, ә? Енді бұйыртса 3 фураны толтырып жолға шығамыз, Құдай қаласа. Жақсы міне. Құр төбелесе бергенше осындай істермен айналысқан дұрыс қой міне. Енді есейдік қой, өстік қой. Сіз қайта одан да ана беташаға дайындалыңыз, бұйыртса үйленем деп отырмын. Иә? Жасаған берген есейгеніңнен сенің. Көрдің бе? Анеки, молодец. Апам қуанып қалатын болды ғой, Құдай қаласа қуанып қалатын. Оған дайындалды. Мен не дайындалуым керек? Сен ғой үйленетін. Мен бір қошқарымды аламдан еп бара берем ғой. Енді сол қошқарыңыз баптай беріңіз. Қалғанын әпшем тындырады да бұйыртса. Ой, сен уайымдамасай, үйлене бер. Қалғанын дүшен тындырады, дүшен, иә? Сені бар емес пе? Менен қат жақсы көреді ғой жезден, иә? Ой, айтпа. Көрмесек тұра алмаймыз. Анеки. Бір тамақтарын дайындаса бір. Иә. Сен ертегіні ғой. 3 фура, 4 фура деп. Шынды айт, не үшін? Ошым, ана жігіттер іздеп жатыр мен. Солар енді біткенше мен осында тұра тұруым керек. Жезде ашығын айтқанды осы. Ашығын айтпай-ақ қой, білеміз ғой. Побек па сол баяғы тағы да. Енді осы соңғысы деп отырық. Қоям осыдан кейін, болды. Жезде шынын айтам бұл, үйленем осыдан кейін. Болды. Құлағым әптен жауырып алған ғой бұл әңгімелерге, білеміз ғой. Енді қоям дедім ғой, Жезде болды. Мақыл, сенейік. Қойсаң қойғаның дұрыс. Үйдегілерге білдірмей жүре. Ой, Күлпаш! Не ағып отырсың? Сен іздеп жүрмін ғой, мен таппай жүрмін. Не болды? Жыным шығып отыр, Сапаққа. Ой, бұл. И тағы бір адамға жыным шығып отыр, шы. Ойындама келеді, кеп қалатын шығар. Сен күтпей жүрсей, күтпей жүрсен тез келеді. Қарасай мен вообще күткен жоқпын ғой, інімді ше келіп тұр. Негізі тағы бір жыным шығып отқан екінші адам сен ғой. Не үшін? Жолың болғыш люк болғаның үшін. Саған ішім күйіп отыр, шы. Менің інімнің бар сыбағасын сенің інің жеп кететін болды. Онда тағы шынды күйдірейін ба? Апам бар емес пе, тамақты салыңдар деп жатыр. Менің інімді күтпей ма? Мен де дәл сөйтіп айтқан тұғым. Сөйтсем, ол сыбағасын жейіндер сол кезде керек дейді. Сондай ұрым бар екен ғой. Жүрсе, апа тамақ жей деп жатыр. Икемесе кетсін шығар адам жын шығарып бірілді. Кішкентай кезінде осындай аузының салымы жоқ бәле. Кеттік құрсын, күтпеймін мен де. Точно ма? Иә.